Военный адамның әйелі болу қандай? Сол жайлы бүгін тақырып қозғайтын боламыз. Военный адамның әйелі болу оңай емес. Екінің бірінің қолынан келе бермейді, шыдай бермейді ешкім оған. Бірінші себеп, өзің сүйіп тұрған қалаңнан басқа қалаға көшесің. Сүйіп тұрған, өзің туылып өскен қаладан басқа қалаға көшіп, жолдасың екеуің жаңа өмір бастайсыңдар. Мысалға біз Алматы қаласынан көшіп келдік. Өз басым Алматы қаласына туылып өскенмін. Сол жерден көшіп кеттік. Так, 23-ші жылы ма сондай? 22-23 жылы аралығы. Жоқ, 22-ші жылы көшіп келдік. Қазір тұрып жатқанымызға Жаркентте міне 4 жыл болды. 4 жылда өміріміз кәдімгідей өзгерді. Оңай емес әрине. Көшіп келген кезде енді үлкен, әдемі, әсем қаладан Жаркентке көшіп келгенде алғаш рет жылағанмын. Жаркентте енді былай айтқанда, грубо говоря, ештеңе жоқ қызық. Ол жақта өмір тым қызықсыз. Қыдыратын жерлеріңіз жоқ. Бір детский парк бар, одан басқа ештеңе жоқ мысалға. Базарды көргенде вообще құлап қала жаздағам. Базарлары ескі, киім-кешектері екі есе қымбат Алматыға қарағанда. Сондай бір жерге келдім. Сол кезде жыладым. Қайда келдім мен? Бірақ күйеуімнің жұмысқа тұрғанына, военный болып тұрғанына қатты қуандым. Себебі біз ата-енемізден бөлек шықтық, жаңа өмір сүреміз деп ол жағынан да қуандым. Сол ең бірінші қағида, бөлек өзіңнің сүйікті қалаңнан басқа қалаға көшу. Егер сіздің күйеуіңіз офицер болса, сіз онда әр 4 жыл, 5 жылды әр түрлі қалаға көшіп жүресіз. Тұрақсыз, өміріңіз тұрақсыз болады. Балаларыңыз мектепке барса, оларды мәжбүрлі түрде басқа мектепке, басқа қалаға ауысатын болғандықтан, басқа мектепке ауысуға тура келеді. Сосын бізде не бар? Военный адамдар, олар бірде бар үйде, бірде жоқ. Мысалы, менің күйеуім көп командировкаға кететін, 2 айлап, ең алғаш рет жұмысқа тұрған жылы 2 ай, 2,5 ай үйде жоқ болған. Ол кезде мен кішкентай қызым бар қасымда, бір 7-8 айлық үйге шыны керек ақша таппай, продуктыге ақша таппай, депрессия болып, қиналып, үйде не араласатын ешкім жоқ, Жаркентте ешкімді танымаймын жөнді. Үйде телевизорымыз жоқ, қолымызда бір телефон, қараңғы, үйімізде қараңғы, сондай болатын квартирамыз. Бір атмосферасы өте ауыр, сондай квартирада тұрдық. Сол кезде енді қиын болды маған 2,5 ай өзімнің күйеуімді көрмеу. Бірақ қыздар, жақсы орта тапсаңыздар, жақсы бір или туысқандарыңыз болып жатса сол қалада, онда можно күйеуіңізді командировкаға спокойно давай пока деп жүре беруге. Егер өздеріңіз жалғыз болсаңыздар, бастарыңызда жұмыс болмаса, онда ауыр болады. Күйеуіңізді бар ойлағаныңыз, күйеуіңіз қашан командировкадан келеді екен деп өстіп ойланып жүресіздер. Жұмысыңыз болмаса, декретте отырсаңыз әрине. Үшінші барлық үшінші қағида емес, бір номер үшінші бір сондай бір дүниені айтайын. Барлық жүк әйелдің мойнында болады. Ер адам тек қана бұл жерде табыс тауып алып келеді үйге, басқасының бәрін әйел адамның мойнында болады. Мысалы, қарапайым жұмыс жасап жүрген отбасылар, мысалы, күйеуі любой время жұмысынан сұранып кете алады, той-томалаққа бара салады, әйелімен бірге жүре алады. Ал военный өмірде ер күйеуіңізді көп жұмыстан шығара бермейді, жібере бермейді, жұмыстан қалмайды, вообще қалмайды. Сондай. Яғни күйеуіңіз как бір робот сияқты өмір сүреді ғой, былайша айтқанда. Тұр десе тұр, отыр десе отыр деп сондай өмір сүріп жатады. Ал сіз мына жақта өзіңіздің отбасыңызды қамтамасыз етесіз любой нәрсемен. Ол дүниелік заттар болсын, ол морально болсын, солай өзіңіз қамтамасыз етесіз. Балаңызды өзіңіз садикке апарасыз, өзіңіз алып келесіз, ауырып қалса оны больницаға апарып емдетесіз. Больницаға жатып емделу керек болса, оны да өзіңіз істейсіз. Мысалы, Алматыда бір той-томалақ болып қалса, балаңызды алып аласыз, өзіңіз барасыз, күйеуіңіз мына жақта жұмыста қалады.
вот сондай бір бұл минус деп айтсам болады ғой. Сол жағы бар. Үйде бола бермейді көп. Үйде болса қуанасың әрине. Сондықтан да негізі военный адамның әйелі болу өте оңай дүние емес, қыздар. Жас тұрмысқа шығайын деп жатқан жігіттеріңіз военный болса, әрине басында бәрі қорқынышты болады, кейін үйленіп кетесіздер. Өзім деп өмір сүреткенсіздер. Мен данный момент сондай тезірек ақша тапсам, баламды өстем, бүйтсем, ойымның бәрі үйге қандай алу керек. Мен оның күйеуіме сеніп отырмайын. Маған қашан әкеп береді екен, шкаф қашан әкеп береді екен, холодильник қашан алып береді екен деп мен күтіп отырмайын. Өзім іс-әрекет етуге көшем тезірек сол дүниеге қол жеткізу үшін. Мысалы жақын уақытта мен 1-2 күн бұрын жұмыс іздеп барған болатым садикке. Балам мысалы данный момент 11 айлық. Садикке алмай қойды. Балаңыз кішкентай. Сосын өзім де садикке няня болып жұмысқа тұрғым келген. Күйеуімнің бір жағына шығысып көмектесейін, ол жоқ кезде үйдегі әйтеуір дүниемен қамтамасыз етіп отырайын, балаларымды кері жағына алып отырайын деген ниетпен жұмысқа тұрғым келген. Бірақ өкінішке орай жұмысқа алмай қойды. Вот, қазір данный момент үйде декретте отырмын. Енді ойым сол, қалай ақша тапсам болады, күйеуім жоқ кезде де қалай өмір сүрсем болады, андай командировкаға бір жаққа кетіп қалса. Сосын осы ойлайды ғой, военный адамдардың барлығы бай тұрады, керемет, квартиралары бар, бастарында жоқ, қателесесіздер, ондай емес. Бай болса бір пенсияға шыққан кезде бір үй алуы мүмкін, пенсияға әлі бәлем бай жыл бар. Оған дейін сізде де кәдімгі қарапайым адамдар сияқты 100 мың, 200 мыңға да жетпейді, біреулердің айлығы 150 мың, 200 мың теңгемен айына күн көресіздер. Бізде сіздер сияқты қарапайым 200 мың теңгеге айлыққа күн көріп жүрген жандарымыз. Сондықтан военный адамдарды бай деп ойлау ол үлкен қателік. Басқа не айталам? Жылына 1-2 рет премия береді, соған қуанамыз. Білмеймін, басқа ешқандай да бір плюс көріп тұрған жоқпын. Күйеуімнің военный болып істеп жүргенде міне 4 жыл болды. Бұл Жаркент қаласында ата-енемізден, туыс-тумадан, алшақта 360 километр жақ тастап, ол кісілерден алыс осындай жақта тұрып жатырмыз. Әрине көшкім келеді Алматыға, қайтадан өзімнің туған жеріме, кіндік қан тамған жерге, өзімнің достарымен, өзімнің туыстарымен сол жақта араласып, жақсы ортада Алматыда тұрғым келеді, үлкен қалада тұрғым келеді. Суета болып жатқан қалада, мысалы Жаркент скучный қала, шын керек, өте скучный, не істеріңді білмейсің, өмірің бір темппен өтіп жатады, сондай бір қала, өте қызықсыз, бір жұмыс табайын десең де жұмыс табу өте қиын. Бұл жерде Жаркентте тек қана киім магазиндері бар, чай, кофе ішетін кофейнялар бар, тамақтанатын жерлер бар, болды. Басқа ештеңе жоқ, ойлаңызшы, ештеңе жоқ басқа. Детский парк бар. Бірақ ол детский парк деп айтудың аузың бармайды, ол жерде аттракцион ештеңе жоқ, тек қана адамдар өздерінің ойыншықтарын сатып тұруы мүмкін көшеде, сол детский парктың ішінде попкорн, анау-мынау сатып тұрады, басқа ештеңе жоқ детский парктың ішінде. Болды, парк деген ол жай ғана атауы. Сондай скучный қалада өмір сүріп жатырмын, болашақта Алладан тілеймін, Алматы қаласына қайтадан көшсек екен, күйеуімнің жұмыстағы мәртебесі ұлғая берсе екен, өссе екен, бір Алматыға Алланың қалауымен бір жеңіл түрде, қайырлы түрде көшіп кетсек екен, Алматыдан үй алсақ екен, осы ұл қыздарымызды өсіре берсек екен, сондай бақытты ғұмыр кешсек екен деген арман. Ал енді офицерлердің әйелдеріне бізден 2 есе қиын, олар потому что 4-5 жыл сайын басқа қалаға мәжбүрлі түрде көшіп отырады. Қоныс бір орында болмайды, тұрақты болмайды, өміріңіз тұрақты болмайды. Мысалы, Алматыда 5 жыл болса, Астанада 5 жыл, сосын күшті қалаларда тұра бермейсіздер ғой, басқа бір адам білмейтін, сондай бір жерлерде тұрасыздар. Қызылорда, Шымкент, бір ескі атауы жоқ бір қалаларға да көшіп жіберуі мүмкін. Сондықтан офицерлердің әйелдеріне бізден 2 есе ауыр.
бізге қайта более-менее біз өзіміз қалаған жерде, қалаған емес енді қай жерге көшірді, сол жерде спокойно 10 жылдап 15 жылдап тұра аламыз. Сондықтан да жас қыздар, тұрмыс құрмаған сіздерге тек егер күйеуіңіз, жігіттеріңіз военный болса, еш қамжымаңыздар, өмір алда бәрі жақсы болады. Сіздер де осындай бір сынақтардан өтесіздер, біз секілді. Самое главное, төзімді болып, сондай өмір сүру керек. Сосын менің айтарым, военный адамдардың әйелдеріне ескерткіш қою керек. Сол әйелдеріне арнап, менің ойымша бір мереке орнату керек. Жылдың бір күніне мереке орнатып, сол әйелдеріне премия беріп, сіз, потому что жай өмір сүріп жатқан жоқсыз ғой, простой өмір емессіз. Сіз деген отан қорғаушы адамның әйелісіз. Сіз тіреп тұрсыз ғой, оның күйеуіңіздің бір иығын тіреп тұрсыз, артында тұрсыз деген секілді. Сондықтан да әйелдерге сондай бір мереке орнатса, вот осы бір күшті жаңалық болар еді. Менің есімім Ақшөбе болады. Танысқаныма сіздермен қуаныштымын. Әрдайым менімен бірге болыңыздар, комментария жасаңыздар, лайк басыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды бөлісе кетіңіздер. Егер сіз военный адамның әйелі болсаңыз, сіздің өміріңіз қандай, жаза кетіңіз. Мен үшін әрбір жазған комментария қымбат, мен міндетті түрде оқитын боламын. Сау болыңыз.